Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің қояным бар. Мұғаліммен Хамадева Меруерт Багдәулетовна. Менің қояным бар. У меня есть заяц. Сабақтың мақсаты. Әдеттегідей жаңа сөздерге назар аударайық балалар. Аю, медведь, қоян, заяц, бар, есть, қатар, ряд. Бұл сөздерді дұрыс айтып үйренеміз. Произнеси правильно. Бұл қояным. Ребята, вместе повторяем. Бұл қояным. Чтобы запомнить новые слова, прочитаем словосочетания или предложения. Обратите внимание на картинку. Ребята, что вы видите на картинке? Суретте нені көріп тұрмыз? Суретте аюды көріп тұрмыз. Және қоянды көріп тұрмыз. Қоян кішкентай. Қоян кішкентай. Заяц маленький. Аю үлкен. Аю үлкен. Медведь большой. Қандай аю? Үлкен аю. Және ақ аю. Менің қояным бар. Менің қояным бар. У меня есть заяц. Менің аюым жоқ. Менің аюым жоқ. У меня нет медведя. Еще раз вместе прочитаем. Қоян кішкентай, маленький. Аю үлкен, большой. Менің қояным бар. Менің аюым жоқ. Жақсы балалар. Келесі 37-ші бет тыңдалым тапсырмасы. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повтори, прочитай. Менің ойыншығым көп. Көп. У меня много игрушек. Менің ойыншықтарым екі қатарда тұр. Ребята, қатар как переводится? Қатар переводится ряд. Менің ойыншықтарым екі қатарда тұр. Мои игрушки стоят два ряда. Бірінші қатар первый ряд, екінші қатар второй ряд. Обратите внимание на картинку. У нас первый ряд и второй ряд. Бірінші қатарда 5 қуыршағым тұр. 5 қуыршақ. Қараймыз балалар. 5 қуыршақ. В первом ряду стоят 5 кукол. 5 қуыршақ. Қуыршақтар қатты. Қатты. Кукол у нас твердые. Қуыршақтар қатты болады. Оны білеміз. Екінші қатарда жұмсақ ойыншықтарым тұр. Мынау екінші қатар. Мұнда жұмсақ ойыншықтар тұр. Во втором ряду у нас игрушки мягкие. Вот видите, мягкие игрушки. Олар қоян, аю, күшіктер. Қоян, мы знаем, да, это заяц. Аю, медведь, күшік, күшік, щенок. Здесь несколько. Екінші қатарда жұмсақ ойыншықтар, мягкие игрушки. Бірінші қатарда қатты қуыршақ, твердые игрушки. Неше қуыршақ? 5 қуыршақ. 5 кукол. Бұл мәтінді балалар қайталаймыз, оқимыз вместе. Повторяем и прочитаем. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Енді келесі тыңдалым тапсырмасына назар аударамыз. 37-ші бет тыңдалым, слушание. Бұл кім және бұл не деген сұрақтарға жауап беріңіз. Отвечай на вопросы. Бұл не, это что? Бұл кім, это кто? Не деген сұрақтарды біз жансыз заттарға қоямыз, я? Жансыз заттарға. Кім деген сұрақ қазақ тілінде адамға қатысты қойылады. Мысалы, бұл не?
Это что? Бұл аю. Бұл аю. Это медведь. Аю үлкен. Медведь большой. Бұл не? Это что? Бұл қоян. Это заяц. Қоян кішкентай. Заяц маленький. Аю үлкен, большой. Қоян кішкентай. Заяц маленький. Вот видите на картинке? Үлкен аю, қоңыр аю. Қоян кішкентай және ақ түсті қоян. Белый зайчик. Жақсы балалар. Келесі. Бұл кім? Бұл кім? Это кто? Бұл апай. Апай деген сөзді. Если дословный перевод апай, это тетя. Это тетя. Апай жақсы. Тетя хорошая. Бұл кім? Это кто? Бұл әнел. Это әнел. Әнел кішкентай. Әнел какая? Маленькая. Жақсы балалар, бұл тапсырманы оқимыз, вместе прочитаем. Суретке қараймыз. Теперь обратим внимание на картинку. Суретте қоянның суреті бар, я? Менің қояным бар. У меня есть заяц. Менің қояным кішкентай. Мой заяц маленький. Кішкентай сұр қоян. Өте жақсы. Енді балалар, жазылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап жаз. Посмотри на картинку. Напиши ответы. Бұл не? Ол қандай ойыншық? Образец. Бұл не? Бұл қоян. Ол қандай ойыншық? Какая игрушка? Ол жұмсақ ойыншық. Мягкая игрушка. Бұл не? Бұл аю. Қандай аю? Аю қоңыр аю. Және аю жұмсақ ойыншық. Жақсы балалар. Жазылым тапсырмасын дәптерге жазамыз. Запишем в тетрадь. Бұл қоян, ол жұмсақ ойыншық. Бұл аю жұмсақ ойыншық. Аю қандай? Аю қоңыр. Аю үлкен, большой. Қоңыр, коричневый. Жақсы. Келесі. Суретке назар аударайық. Бұл кім? Это кто? Ол қандай адам? Какой он человек? Бұл әке, папа. Әке қандай? Қандай әке? Әкем жақсы. Жақсы, хороший. Бұл кім? Бұл ана. Ол қандай адам? Анам, менің анам жақсы. Менің анам әдемі, красивая. Осылайша балалар дәптерге жазамыз. Запишем в тетрадь. Түсінікті ме балалар? Мына үлгісі образец. Бұл әке, менің әкем жақсы адам. Бұл ана, менің анам әдемі. Менің анам жақсы. Менің анам ақылды. Деп жазуға болады, я? Түсінікті ме? Жарайсыңдар балалар. Келесі айтылым тапсырмасы, екінші тапсырма. Второе задание мы делаем устно. Вместо картинку вставить нужные слова и сказать предложение. Менің атым Әлібек. Әлібекті біз білеміз. Я? Мы знаем Әлібек. Менің нем бар? Что здесь? После қоян идет окончание ым. Менің қояным бар. Правильно, ребята? Правильно добавляем окончание. Менің қояным бар. Или менің қояным жоқ. После қоян мы добавляем окончание ым. Обратите внимание. Менің қояным бар. И скажем правильно. Менің атым Әнел. Менің нем бар? Менің
қонжығым бар. Добавляем окончание ым. Менің қонжығым бар. Менің қонжығым жоқ. Екі нұсқада жазуға болады, я? Келесі айтылым тапсырмасы. Айтылым тапсырмасы 5-ші тапсырма. Айтылым говорение. Устно скажем предложением. Бұл не, бұл кім деген сұрақтар бойынша. Бұл кімнен бастайық? Бұл кім? Это кто? Бұл апа. Бұл кім? Бұл Әлібек. Менің апам жақсы адам. Бұл Әлібек. Әлібек оқушы, ученик. Бұл не? Мына қоңыр, бұл аю. Білеміз, я? Аю үлкен аю. Большой. Бұл қоян. Қоян қандай? Қоян кішкентай. Осы кім және не деген сұрақтарға жауап беруді үйренеміз. Жақсы, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.